Құрметті тыңдарман, сіз қазақ жазушыларының туындыларынан құралған жинақты аштыңыз. Қызықты әңгімелер әлеміне қош келдіңіз. Әнші. Жеті шатыр жақсы қала, қаптап жатқан қазақ. Жазғысы қымыз, ойын сауық қатайтса, ай, той, құдалық, ат жарыс күрес, мас күнем, төбелес. Үй қыдырған көлең-көлең ақжаулық, жаз шықса пароход, паром, жол қайық, жасыл арал, қалың орман. Көкке шыққан гөлайт соққан, масайраған ат көңіл, сырнай керней қызық думан, қайткенмен сергек қала. Стипендиядан жырмалаған азды көпті тиынның қызығын көрген адам сияқтанып, 30 тиынға бержабай жалдап, жексенбі күні ар жаққа тарттық. Келген жылымыз қаланың жай жапсарына қанық емеспіз. Ағай, жақсығымыз кімде бар? Бержабай әйелдердің атын шұбырта бастады. Жұмаш кімнің қатыны? Қатын емес, қыз. Бақсақ, Әбу Қанипа, имам ағзамшылап, қымызшылар қатындардың атымен айтады екен. 10 минутта арғы қабаққа шықтық. Ар жақ қазақ даласы, өзен өрлей салынған 2 мешітті бір шіркеулі ығы-жығы тайпақ қала. Ағашы, кірпіші, төбесі, тоқалы жапырайған тәукеншік үйшіктері бізді қазақтан басқа кім мекендесін дегендей, бет аузы қисайып, көздері сығырайып, кемсеңдеп тұрған іспетті. Байлардың көк шатырлы салауатты сарайлары, жаман-жұман баспаналарды басып кететіндей қоразданып, басын көкке созды. Көк шұғатысты, жанат құндызды көк құмыра бөрік киген маубас, бордақ байлар ат тұрманы жарқырап, көк мойын жегіп, сылқылдақ қашабада шалқайып жатып, қатайтса соғады. Ескі-құсқы киім етік-метігін қолтықтап, дорбасын боқшасын арқалаған қаланың кедейлері жаяу жалпы сүмеңдеп, сақалына сүңгі тұрып, базарға кетіп барады. Кешкілік тамақ тауып қайтама, әйтпесе сандалып, құрамай қауып қайтама, кім білсін жоқшылық қысып, еңсесі түсіп, мең-зең болған сорлылар неден мұндай болған қайдан білсін. Балалар, қайда барайын? Қай жақынына бар? Жақыны ақ қатын, шәкетті алыс емес. Қай қызына барына апар дейміз. Бері байшы қос терезелі тоқал үйдің алдына ойысып тұра қалады. Тымақтарын шекесіне салған 4-5 жебегей, сәл даурығып, итермелесіп, тәлтіректеп үйден шығып келе жатыр. Бізге оқшия қарайды, зиянсыз балалар екенімізді білген соң тұмсығын көтеріп жүгіріп барады. Көптен күткен жеңешемдей, ауыз үйдегі алтын сырғалы ақ құба, бидай өңді кербез жеңгей, балалар жоғары шығыңдар деп, майысып төргүйге қарай сілтейді. Төсек орны, дөңгелек үстелі, тегенесі, кесесі, бір-біріне сай, шапшақ қана бөлмеде 2-3 жігіт қымыз ішіп, томашадай әппақ қана шәкет, сырлығастай сарожау мен қымыз сапырып отырады. Мұрны тоқпақтай түксиген сары жігіт сырғып орын беріп, отырысы мен кесесін ұсынады. Бұл қаланың бір жақсы жері қазақтың оқыған балаларын сыйлайды. Балалары
үлкендерін сыйлайтын болғаны ғой. Қымыз әкелейін бе дегендей Шәкет көзі күлмеңдеп бізге қарайды. Бір шерек қымыз деп аузыңнан шығуақ мұң, Шәкет жылп етіп бір үлкен бөтелкені алып келді. Даярлап қойдау деймін, кемешті сары тегешті алдыңа тақалап қойып, төңкері лақытып, бұрап шорылдатып қымызын лезде құя қояды. Қою сары қымыз көбігі бұрқай, бышылдап, иісі кеудеңді жарады. Әупілдекше кекіріп, қымыз кеңірдекке келіп, көзі қызарған қонақтар шүленгер жігітсіп, «Мә, қарындасым, өзің іш» деп кезек-кезек Шәкетті сыйлайды. Шәкет ерінің ұшын тигізіп бір жұтатта, аяқ иесіне қылмыңдап, бір қарап қайта құйып береді. Шәкет 15-16 жастағы бала. Бәлен сұлу емес, бірақ бет пішіні, көз қарасы неше алуан құбылады. Кейде қасын керіп, сызыла қалады. Кейде назданғандай көзін қысыңқырап, қылымсиды. Кейде сені сүйем дегендей құлықтанып, терең қарайды. Кейде көзін жалт еткізіп, жайдарлана қалады. Әйтеуір 90 құлпырып отырған бір кез. Қонақтарын не бір-екі ауыз әзілмен, не сиқырлы көзімен сыйлай біледі. Аңғал адам ішінен мені тәуір көріп отыр деп ойлап қалатын. Шәкет кімді жақсы көргенін бір Алла білмесе кім білсін. Көзімен алдап, ақшасын қаққалы отырған ақмақтар қайдан білсін. Әркім барын базарға салып мал таппақ, күн өлтпек қой. Шәкет те көзін сатып, күлгірленіп отырғаны күн өлтудің қарасы. Тұрмыс жоқшылық не қылғызбайды Шәкетті, бұзғанда сол мұқтаждық. Шәкет бір үйлі жанды көзімен асырап отыр. Шәкет ақшаға қызықса, әлде кім білет. Аяйсың Шәкет. Қарғайсың мынау отырған есіріктерді. Мынау жүгенсіздер, анау керген жеңгесі. Шәкетті бұзбай қояр ма? Қала жігіттер қалжыңға топас келеді ғой. Әзілі жараса алмай, қымыз ұсынуға зорлап отырғанда арсалаңдаған бір жігіт кіріп келді. Өз үйінен жаңа келе бір кесені алып, құйшы деп, Шәкетке сүйкені отыра кетті. Қонақтар, бәрекелді, жақсы келдің деп аяқтарын ұсынды. Шәкет, қарағым, гармонды әперші. Ойбой, уақытым жоқ, бер жабай күтіп тұр. Барарсың, азырақ ән салып кет. Жігіттер жабылып болмаған соң, әнші сандық отырды. Шәкет сырнайын әперді. Әнші Шәкетке қарап мырс етіп, болмас деп гармонды қолына алды. Әнші еркін, еркекен. Шәкетке қарап, бетімнен бір сүй, ән салайын деді. Ойбай-ау енді сөйтіп деп, Шәкет назданды. Онысы дұрыс әйтпесен ашына келмейтіп отырғандар кеуге күледі. Шәкет сүйе қоймады. Әнші ұялып қалатынын сезді біле меңкейген кісі болып, байқаусызда Шәкеттің бетінен сүйіп алды. Әнші көңілі давалағандай, ырғалаңдап, мойнын бұрып салып гармонды барылдатып күйледі. Шатын құстай қымтанып қомданып алып, отырғандар аузын ашып аңырды. Әнші жіберді, бір ауыздан 3 ән салып, аз да болса бірегей болып, сүмірейті, қылмейта соқты, желдете құтырта соқты, лебізі құлаққа жағып өтті, жүректі тербетті, тамырды желпіндірді, бойды шымырлатты. Ой, шіркін, пасса базымай, ай, пәләй! Мұндай жазық құла дүзде шың пысып келе жатқанда, көзіңе сұлу орман, сәулетті тау көрінсе, көріктен оттан айырылған, қабағынан қар жауған қариялардың ортасында кенеттен атқан таңдай сұлу сәулем қыз көрінсе, қараңғы түнде ел табалмай сандалып келе жатқанда, аяғының астынан қиуадан от жалт етіп көрінсе, қандай қуанып кенеліп қаласың. Жапа тармағай жым болып томсарып, тоң-торыс отырған жандарға әншінің әні де сондай әсер береді. Көңіл бір жадырап, шәйдай ашылды.
әттең ауыздың дәмін ала алмай, құмарымыз қана алмай қалдық. Бұл қай әнші? Әнші Әмірхан осы. Осы деді. Әмірханды жұрт мақтайтын, бір естуге мен де ынтық едім. Әмірханның үйі осында бола ма? Я, осында. Үйінен қашан табылар екен? Оны қайтесіңдер? Әншейін ән бір естуге. Оны үйден ұстай алмайсыңдар ғой, ол бір сағым. Өзі не кәсіп істейді? Әмірханда кәсіп бола ма, ән салғаннан басқа. Ақша тапса жарайды ғой. Ой, көбісінде жігіт емес пе, оған кедейлік бар ма? Өлеңді ақша сұрап айта ма, жоқ? Аштан өлуге бейін өлең айтып ақша сұрағанын көргеміз жоқ. Онысы қызық екен. Өзде қызық жігіт. Онсыз топтың ажары кірмейді, әйтеуір жандырып жүреді. Расында жандырып жіберді. Әмірханның жайынан аз әңгімелесіп, қымызға қанған соң пәтерімізге қайтты. Наурызда қазақ шәкірттері сауық жасауға даярландық. Жастардың талабы, өнері, жігері, қызметке жарамдылығы сыналатын жерде сауық, шалағайлығы, салақтығы, қорқақтығы, мақтаншақтығы, өзімшілдігі байқалатын жері де сауық. Спектакль қоюға лайықты кітабымыз да әйелдерімізде болмады. Бірлі жарым әйелдер оған ұялды, бұлданды, көнбеді. Бір-екі рет шақырсақ та баса ауырып келмей қалды. Сонымен бір перделік күлкі, қалған декламация, хор, ән, домбыра, оркестрмен өткізбек болдық. Сауығымыз сарала болсын деп Әмірханды шақырып, ән салғызбақ болдық. Өз рөлдерімізді бірыңғайлап даярлап алған соң Әмірханға кісі жібердік. Әмірхан қол ұстасып, сыпайы амандасып отырды. Әнеугі шәкеттікінде көрген Әмірхан емес, бұйығы момақан жігіт. Бәленше қандай кісі деп сұрасаң, бек деген қу, түрін бұзып, аудармай сала қоятын Арманбет шешем бір құрбысын, маяуыз айғұлақ тасбақа, талтақай деп сүгіреттеген екен. Егер мен бек тәрізді қу болсам, мойнымды қыжырайтып, көзімді бажырайтып, Әмірхан осындай жігіт дер едім. Егер мен Нарманбеттей шешем болсам, Әмірханды ербен құлақ, едірек, талтиған, тәпек асық дер едім. Олардай менің өнерім жоқ. Сондықтан мен Әмірханды шеулі қаршығадай шап етер, киіктің асығындай тап етер жігіт деп қана сүгіреттей алам. Әмірханның 5-6 әнін тыңдап алып, сауық күні келуге уәдесін алып, апарып салды. Сауыққа өз әлімізше жақсы даярланғанбыз. Клубтың театрын алғанбыз. Билет 2 күн бұрын қыдыртып сатылған. Жет шатырдың қазақтары қандай тыраш. Қатын қалаш бала шағасымен келді, залға сыймай кетті. Мұндайда санал жеңгейлерінде пайдасы үлкен тиеді ғой. Рәзия жеңгей неше түрлі тәтті нандар пісіріп, жем салып, баласының тойы болатындай қызмет істеген. Оспанбек ағайдың үйіндегі жеңгейде қоңырғаздай байпаңдап, 2-3 қымызды сатып, ақшаны көпіртіп алып жатыр. Қарындастарымыз да программа сатып, сымпылдап жүгіріп жүр. Мұқтаж шәкірттер кенелмеген не қалды? Жастардың тұңғыш журналы аяқтан басқа не қалды? Халық мұнша жиылат деген есте жоқ. Мына топты анау қызметті көрген соң, көңіліміз көкке серпіп, аяғымыз сайға тимей жүр. Жұрт ууда шу, мәз мәйрам. Сауықты Наурыз мейрамына арнаған соң, қазақтың ескі ырымында істегенбіз. Сарғасқа құрт көжені тай қазанға жүздіріп, бұқтырып қойғанбыз. Ішіне жылқының басын салып, 2-3 табақ ет асып, үлкендердің алдына тартпақ болғанбыз. Ойын басталмай-ақ, жұрт қымызға бас қойып жатыр. Жәлен сықылды мұғалімдер Наурызды түсіндіріп, жастардың талабын құттықтап, мінбеге шығып, сөз сөйлеп жатыр. Біреулер ата-бабамыздың жоралғысын істейік деп, төс соғысып көрісіп жатыр. Ойын басқарушы Әбіжанда еш жоқ. Кішкене жұтып келсе керек. Әбіжан болмаса сауық осындай болар ме еді. Билетті дендеп өткізген, әйелдерге тамақты әзірлеткен, кілем, ыдыс, сайман, бар жабдықтың бәрін тапқан сол.
Әбжан мақтаншақ жігіт. Жарнамаға, программаға басқарушы деген аты жазылған Әбжанға зор атақ. Әбжанның таныс емес адамы жоқ. Құрдас емесі тағы жоқ. Ол жұрттың бәріне еркін. Берсе қолынан, бермесе жолынан тартқандайғы балады. Оның ойыны қайсы, шыны қайсы екен адамды білмейді. Ойынды Әбжандай кісі басқарсын. Қоңырау екі соғылды. Біз сахна жақта домбырамызды күйлеп, тамағымызды кенеп, кісілерімізді жинап, жағамызды түзеп, шашымызды тарап, нәрселерімізді құрып, шала бүлініп, жанталасып жатырмыз. Осынша топтың алдында шалдырып масқара болып қаламыз ба, болмаса шапалақ соғылып, қошемет аламыз ба деп жүрегіміз дүрс-дүрс етеді. Қоңырау үш қағылды. Шымылдық ашылды. Зал у-шу айқайласып, кимелесіп, орынға таласып, дауыстама, отырыңдар десіп, күңкілдесіп жатыр. Әлдене уақытта саябырлайын деді. Өзімізше жақсы шығардық деп ойладық. Шымылдық жабылды, шапалақ соғылды. Хорымыз жамырап жақсы шықпады. Рақымбек декламациясын жақсы айтты. Скрипкаға ән қосқан 12 жасар Мәржім тамаша соқты. Қайта-қайта шақырып, залды дүрсілдетті. Өзі тіленіп шыққан студент бикешіміз жалғыз шалды бастағаннан мінгірлеп, қаттырақ дегізіп еді. Орта кезіне барғанда төбеге ұрғандай тұрып қалды. Қағазына қарап, кәне табалсыншы. Қайт дейміз. Тыңдамайды. Өзде қылаң кісемес еді, әлден уақытта бітіріп, өрт сөндіргендей қап-қара болып сахнаның артына жоқ болды. Бірақ абйырды ақша отау жауып, кейінгілер сүрінбей шықты, әсіресе жұртты сүйсіндірген Әмірхан болды. Қазақ ішіндегі жиын тойды айтқаны болмаса, Әмірхан театрда ән салып көрген жоқ екен, жұртқа тәжім етесің, домбыраңды көп күйлеп жалықтырмайсың, сыпайы жүріп тұрасың деп тапсырғанбыз. Әмірхан оның бірінде істеген жоқ, жайдақсындай іркілместен тайтаңдап басып барды да, намазда тізе басқан кіші белуарына шейін еңкейді. Сөйтті де шалқайып отыра кетті. Әмірхан шығысымен шапалақ шартылдады. Өзге шоушылардан Әмірханның киімі де, түрі де, жүріс тұрысы да жат еді. Қазақтың еркіндігін еске түсіруші еді. Домбырасын күйлеп, екпіндетіп бір-екі сарындатып алды да айқайға басты. Зал тым-тырыс. Топ көргенде Әмірхан аруақтанып көтеріліп кетеді екен. Бұрынғы дауысы астар болмай қалды. Зал жаңғырып күңгірлеп кетті. Сұңқылдаған көмейі сыбызғының үніндей, ескектеген толқыны бозайғырдың күйіндей, аспандап соққан айқай Алтайдың асқары тауындай, желпілдеткен түндікті күздігіні дауылдай, төмендетсе сорғалап тасбұлақтың суындай, әсем нақшы айдынның сұлу қуындай, қалықтатып созғаны сарыарқаның беліндей, жаяулатса баяулап арқаның қоңыр желіндей, тамылжытып, сынықсып, жаңа түскен келіндей, қалың қазақ даласын әнімен залға сыйғызды, даусын көпке сүйгізді. Шапалақ та шапалақ, әлі шіркім бис, тағы да шық, тағы да шық. Әмірхан. Бұл жолы Әмірхан басқа әнге салды. Бір-бірін қиып кете алмай, мұратына жете алмай, қош айтысқан жорға ұқсап, жалғызынан айырылып қанатынан қайырылып, зарлаған бейне жан ұсап, болмаса жылап егілген көзден жасы төгілген, бейне бір қайғы зар ұсап, өкінішті өксікті қасіретті мұңды әнді сарнады. Жұрт төмен қарап, әркім жүрегімен сырласқандай әншінің бітіргенінде сезбей қалды. Кенет тым-тырыс бола қалды да, шапалақ қайта соқты. Қалғып кетіп оянған, қызықты тәтті түс көрген, қайтарам деп талпынған кісідей жанға жаққан тәттінің кеткеніне өкініп, өршелене соғылды. Әмірхан тымағын қыңырайта киіп тағы барды. Тағы соқты.
тағы да ескектете, желпіндіре, желіктіре, ышқындыра, құлшындыра соғып, тыңдаушының айызын әбден қандырды. Әмірхан бәйгеден келді. Зал, сар, сұрт, айғай-ұйғай, гүлдеп, толқындап барып басылды. Әмірханды құшақтап алып, арқаға қағып бетінен сүйіп жатырмыз. Әмірхандай әнді ешкім сала алмайды. Жай жүргенде Әмірханды ешкімде елемейді. Әмірхан ән салса, сонда кім екенін білесің. Ән салса ол өзін-өзі ұмытады. Әннің әуеніне төңкеріледі. Оның дауысы көмейінен шықпайды, жүрегінен шығады. Ол әннің әр нақышын ұғады, әнді ғана сүйеді. Ол тәтті үнге топ бола жаралған адам. Ән салса рақаттанып, гүл-гүл жайнайды. Көзі де, аузы да, денесі де, қол да бірге салады. Әмірхан кісі емес, әнге айналады. Оның ән салғандағы түріне қарап отырсаң, тоясың. Бірақ Әмірхан үнемі олай айта бермейді. Әмірхан қымызы, тобы, ойын сауығы қыз келіншегі бар жерде өзін-өзі ұмытып айтады. Әнін ұғушы тыңдаушы болса, шабыттанып айтады. Тыңдамай жыбырлап сөйлесе бастаса, Әмірхан тұрып кетеді, айтпайды. Әмірхан кісіге тез үйір болатын, жолдасқа жанын қиятын жігіт. Наурыздан кейін бізбен дос болып кетті, бер жаққа шықса, бізге соқпай кетпейді. Менің құжырамды да бір көріңдер деп, қайта-қайта шақырып үйіне қонаққа апарды. Құжырасы бір іншек екен. Қарт шешесі қоңыр ғана келіншегі бар екен, үйінде мәз төсеніші де жоқ, бір асыл бұйымы өкілі сар домбыра. Оқығандардан көргенін істеп, біздің жампоз мынау деп, қатынын жетектеп әкеліп, қолын ұстатты. Қымыз ет алып тыраштанып, шабылып қалыпты. Әмірхандықы қаланың дәл шетінде, үйінің ар жағы жасыл дала. Қымызды ішіп алған соң көгалға шығып, сейіл құрдық. Ән туралы әңгіме қылдық. Менің жүрмеген жерім, көрмеген елім бар ма деп бастады Әмірхан. Жас күнімнен әкеме еріп, ел араладым. Әкем ересен әнші еді. Әкем қайтыс болған соң жақсыларға еріп көп жүрдім. Жәрмеңкелерге бардым. Маған ән үйреткен әуелі әкем болды. Содан соңғы үлгі берген кісі Жұмабек әнші еді. Ой, шіркін Жұмабек жігіт еді. Ондай әншіні өмірі көргем жоқ. Қанша айтса да, бір жалықпайсың, бір әнін бір ат беріп үйренсең обалы жоқ. Өлеңші, әнші деген жігіттердің бәрін естідік. Қайда, жоламайды. Әннің бір жерін келтірсе де бір жерін былықтырып алады. Бас аяғы бірден мүлтіксіз шықпаған соң, ән салып не керек? Естай естігендерің бар ма? Жоқ. Қорланды сол шығар дейді ғой. Оның ән салғаны бір порым екен. Күжілдеп, ызбарланып, ашқанып, тістеніп, шытынап кетеді екен. Ән салған төбелеске бергісіз. Әншілердің көбі түр шығарам деп әуре болады, жақсы әнді бұзып жібереді. Қақылдай ма, шиқылдай ма, әупілдей ме, мазарат. Есіл әнді бей берекет қылады. Бет аузын тыршитып, зорланып, күшеніп отырып салған соң ән бола ма? Әнді еркіне жіберіп, қысылмай салған ғой қызыға. Әншілердің көбі не мақтан үшін, не мал табу үшін айтады. Шабыты келмесе де зорланып айтады. Зорланып айтқан ән дұрыс шыға ма? Ән салу көңілден ғой. Мен өзім көңілден бесем, жақсы айта алмайым, айтқым келмейді. Әннің бір кілтең жерлері болады. Жұрттың көбі соны келтіре алмайды. Әу дегеннің бәрі ән болады деп ойлайды. Ол ән бола ма? Кейбіреу орыс қилік дей ме, ноғайша жырлай ма, қазақ әнін бұзып жібереді. Қазақтың нағыз өз әнін салшы. Қандай тыңдар екен. Бұл шіркіннің қолына түскен соң құнттамаса болмайды ғой.
Жұмабек марқұм әнді салып жіберіп, қай жер ұнамайды деп білетін кісілерден сұрап отырушы еді. Әркімнің әнін тыңдап, жақсы жерін алып, жаман тастап талғамаса, дұрыс шықпайтын көрінеді. Осы екі жиренді елдің аузынан бала күнімде естіп едім, енді байқасам, әжептәуір ән екен. Қандай жаңа әніңнен кем емес, оңдап түзеген соң жұрт қағып әкетті. Мұндай сөз Әмірханның ғана аузынан шығады. Жалпылама әнші әннің қайткенде жақсы болатынын ескермейді. Әмірханның әнге берілгендігі сонша басқа шаруаға олаға қолынан түк келмейді. Аштан өлем-ау, көштен қалам-ау, ертең не күн көрем-ау деген уайым ойына да келмейді. Кейде кемпірдің наны, отыны бітіп қалыпты деп сасқалақтап жүгіріп жүргені. Біреуден ат, біреуден арба, біреуден қарызданып ақша алып жүрген. Ол барды баламайды, жоқты санамайды. Өзінің бірдемесін сұрасаң бере салады. Кісінің әрсесін, киімін өзде киіп жүре береді. Ұят екен-ау демейді. Ол кісі алдауды, арын сатуды білмейді. Кім көрінгенге сенеді. Өзін әркім талай алдап кетсе де, сенуін қоймайды. Ондай сап басты таппайсың. Менікі, сенікі деген сезім Әмірханда жоққа тандық еді. Есімде бар, бір шілдеханада менің қасыма бір келіншекті отырғызды. Құлағыма сыбырлады. Қапы қалма, айналдыра бер дейді. Анадай жерден ән соғып отырып келіншекті нұсқап, көзін қысып қояды. Сөйтсем, Әмірханның өз келіншек екен. Бір жолыққанда, соққын-ау, әнеуің көз қатының екен ғой десем, менікі болса қайтушы еді деп бұлықтырып отыр. Бұрынғы қатының қайда дегенде, оны шығарып жібергем деп ойыншық тәрізді айта салды. Сұрай келсем, мұнысы 5-ші екен. Әмірхан әнді шабыты келгенде қалай салса, қатынды да шабыты келгенде ала салады екен. Көңілі суыған күні не қатын тастап кетеді екен, не өзі шығарып жібереді екен. Қатыны тастап кетсе де намыстанбай екен, өзі де шығарса қатыны да обал болдау деп қынжылмайды екен. Үй іші не болып жатқаны мендесі жоқ. Қашан көрсең, жайраңдап, мас болып арсалаңдап жүргені. Жұрт оны алақұс дейді, бәдік дейді. Осы Әмірхан бір мезет есі кіріп ойланам екен. Мұңаям екен деп ойлаушем, мұңаймақ түгіл Әмірханның жылағанын да көрдім. Көкек айы, мал балалап, жер көгеріп, құс ұялаған кез. Әмірхан Дәулетжан үшеуміз Керуенгөлге құс атуға бардық. Керуенгөл қалаға 40 шақырым, 2 мылтығымыз бар, қос алып барғамыз. 2 күн жатып қайықпен жүріп, қамыстың арасынан қаздың жұмыртқасын теріп, құс атып келгенбіз. Дәулетжан көл жағалап кеткен. Кешке таман Әмірхан екеуміз қостың алдында қаз жүндеп, жұмыртқа асып отырып әңгіме құрдық. Әмірханға басыңнан кешкен бір қызық әңгімеңді айтшы дегенде мынаны айтты. Ел қыдырып ән салып, жын қуып жүрген кезім, қайда ойын болса іздеп кетеміз, орман бетте Ақтамақ деген бір тамаша қыз болды. Үріп ауызға салғандай жұтынып тұрған сұлу еді. Міне биыл 32-ге шығып тұрмын, ондай сұлуды көргем жоқ. Өзі паң, жөпшеңді бозбалаға көзінің қырында салмайды. Пысықсыған талай жігіт жанына дария алмай қойған. Бір ойында Ақтамақ маған орамал тастады. Өңім екенін, түсім екенін білмедім, буыным қалтырып кетті. Буы әкетіп барады. Бетіне таман таянғанда қолымды ұстады да, шын сүйсең сүй деді. Ақтамақты сүйген кісінің арманы бар ма? Шыным дедім. Қасынан орын берді. Дәмел жігіттер ішін жарып жібергендей болды. Төбем көкке жетті. Бір қаға берісте біздің ауылға келіп жүрсейші деді.
Содан кейін Ақтамақтың ауылынан шықпайтын болдым. Жеңгесінің отауына барсам ән салғызады, әзілдеседі. Әніңді тыңдағым келеді де тұрады дейді. Бір күні түсімде көрдім деді. Не керек, сөйте қалай жақындасқанымызды білмеймін. Бірімізді біріміз көрмесек шыдай алмайтын болдық. Ол өл десе өлген деймін. Түрім мынау, жалғыз атты кедеймін. Неме қызыққанын білмеймін. Ынта көңіл маған ауды да кетті. Бір күні мені шын сүйсең алып қаш деді. Қайда барам? Қалаға кетейік. Өлерімді білмейтін, мен де жындымын ғой. Таң асып тұрған байдың екі атын екеуін